Сәлем достар. Бүгін спицамен шнур бау тоқимыз. Ол үшін мына спицамен осылай 4 тор көз жинап аламыз. Мынау жұмысшы жібін арт жағына қарай жіберіп, спицаны кері қарай жібереміз. Анау артындағы жіпті енді мына бас жағынан тартып отырамыз. Бірінші тор көзден анау көрініп тұрғандай жұмысшы жібін тартып алып, оң әдіспен тоқимыз. Осы тоқып болғаннан кейін спицаны астындағы бос жіпті төмен қарай тартып, спицаны былай қарай қозғаймыз бас жағына қарай. Жұмысшы жібін көрініп тұрғандағыдай оң жаққа жіберіп, со жақтан тартып аламыз. Әдемі айкорд шнуры шығу үшін. Осылай тізбектерді торлардан өткізіп тартып отырамыз. Әрбір солға қарай тоқығаннан кейін спицамызды артқа қарай итеріп отырамыз. Жұмысшы жібін сұқ саусағымызға сол қолымыздың орап аламыз. Сол кезде ыңғайлы болады анадай тартып отыруға. Мінекей қарап отырсаңыз, мінекей бірінші тордан алдық, екінші тордан аламыз. Кәдімгі оң тәсілмен тоқыған тәсіл. Өстіп әрдайым спицаны сол жаққа қарай итеріп отырамыз. Сұқ саусағымызбен сол қолымыздағы жұмысшы жібін қайтадан тереміз. Мен қазір тез айтып кетіп жатырмын ғой, қазір кішкене аздап жайлап үйретейін. Түсініксіз болып жатса, комментарийға жазып кетіңіздер. Асып баратқан қиындығы да жоқ. Бірінші көргенде қиын сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ тоқу өте оңай. Айкорд деген әдіс бұл. Осының алдындағы видеоларда крючокпен тоқығанбыз. Енді мынау крючокты ұнатпайтындар болатын шығар. Спицамен жақсы меңгеретін адамдар болса, осы спицамен де осындай тәсіл істеуге болады. Бірақ екеуінің өрнегі де бірдей, осындай айкорд әдемі өрім болады. Мінекей спицаны ауыстырып отырамыз. Ылғи солға қарай итеріп отырамыз. Сол қолдағы сұқ саусаққа дағы жұмысшы жібін оң тәсілмен тартып отырамыз. Мінекей. Енді жайлап көрсетіп көрейін. Спицаны былай солға итердік. Мына жіпті астындағы жұмысшы жібін сұқ саусағымызға орап аламыз, ыңғайлы болу үшін. Спицаны ұстап тұрамыз, спицаның астындағы жіптермен. Сосын бірінші оң жақтағы бірінші тор көзге орап аламыз. Ораймыз, или былай тартып аламыз, қалай өздеріңізге ыңғайлы болады. Оң істеп алсаңыздар болды ғой. Мінекей, осылай жайлап тоқимыз. Астынан аздап тартып тұрсаңыздар да болады, біркелкі болады. Мына өрімдеріміз біркелкі болып шығады да. Тым бос емес, тым қатты емес тоқығанда да абайлап тоқыңыздар. Мінекей, мына жерде анық көрсетіп жатырмын. Сол жақтағы жұмысшы жібін тартып алдық. Тым қатты тартып жерсеңіздер де алу қиын болып қалады. Бос болса да мына шнурымыз, бауымыз қолпылдап кетуі мүмкін. Мінекей, тағы да қарап өтіңіз. Бұндай баулар өте көп жерлерге қолданады, тоқымада өте кең тараған.
өзі эластичный, былай созылады аздап, тым созылып та кетпейді. Бұны 2 тор көзбен де 3, 4, 5 тор көзге дейін істей беруге болады. Енді мен бірінші 4 тор көзбен жасап жатырмын. Спицаны сол жаққа қарай ысырып отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай әдемі айкорд өрнегімен шнур пайда болады, бау. Қазір мынаны ең соңында қалай жабу керек екенін де көрсетемін. Өте эластичный, өте әдемі болып шығады. Мінекей қазір оны бетін жабу үшін крючокпен жаба салуға болады. Қазір көрсетемін, қалай крючокпен жабатын. Аны астындағы бос жіп тұр, оны крючокпен ішке қарай тартып алуға болады. Мына тоқыма тоқылған баудың ішінен крючокпен тартып, көрінбейтін қылып жіберуге болады. Мінекей жабу тәсілі осылай да істеуге болады. Спицамен де істеуге болады. Мынау крючок те өте оңай. Бұл да бір тәсіл. Енді мына шнурды үлкен болды деп есептей беріңіздер. Мен аяғына дейін ұзын қылып өздеріңіз созасыз ғой. Мінекей осылай тартып, мына жіпті байлап қоюға болады. Немесе өрнектеп, басқа нәрсе қадап, моншақ қадап қоюға болады.